2017 жылы агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру қорытындылары оң нәтижесін көрсетіп отыр. Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 7,9%-ға ұлғайып, 4 триллион теңгені құрады. Тамақ өнімдері өндірісінің де 4%-дан аса өскені байқалып отыр. Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынған инвестициялар өсімі 29%-ды құрап, тамақ өнімдері өндірісіне салынған инвестициялар көлемі 32%-ға жуықтады. Жалпы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде 2017 жылы 7 нысаналы индикаторға қол жеткізу жоспарланған. Оның ішінде 6 нысаналы индикаторларға қол жеткізілді. Бұларды сіздер слайдтан көре аласыздар. Азық-түлік тауарларымен көтерме сауданың нақты көлем индексі бойынша бір нысаналы индикаторға қол жеткізілмеді. Атап айтқанда, статистика комитетінің деректері бойынша азық-түлік тауарларымен көтерме сауданың нақты көлем индексі 2015 жылдың деңгейімен салыстырғанда 79,8%-ды құрады. Былтырғы көрсеткіш 106% болған. Көрсеткішке қол жеткізілмеудің негізгі себебі 15 және 16 жылдары көтерме бағалар индексінің өсуі болып табылады. Бұл жерде нақты көлем индексі бойынша нақты деректер алдын ала деректер болып табылады және ай сайынғы есептілік негізінде құралған. Бұл ретте жылдық есептілік негізіндегі көрсеткіш мәні 2018 жылдың шілде айында жарияланатынын атап өту керек. Сондай-ақ есептік кезеңінде 64 нәтиже көрсеткішіне қол жеткізу жоспарланған болатын. Оның ішінде 47 көрсеткішке қол жеткізілді, 17 көрсеткіш қол жеткізілмеді. Бұл 27%-ын құрайды. Қол жеткізілмеген 17 көрсеткіштің ішінде 5 көрсеткіш ауыл шаруашылығы кооперативтері дайындаған өнім көлемі және олардың мүшелерінің саны бойынша. Көрсеткіштерге қол жеткізілмеу кооперативтердің көп бөлігі қажетті жабдықтармен тек екінші жартыжылдықта ғана жабдықталғанына, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімі өндірісінің маусымдық сипатына байланысты орын алып отыр. Алайда кооперативтер қызметіне жүргізілген мониторинг құрылған 851 кооперативінің ішінде 491 кооператив жабдықтармен жарақталып, ағымдағы жылы өнім дайындауға кірісуге дайын екенін, ал 360 кооператив өз жабдықтарымен жарақталмағанын көрсетті. Өкінішке орай, жағдайды саны бар, сапасы жоқ деп айтуға тура келеді. Осыған байланысты жергілікті атқарушы органдарға жаңа кооперативтерді тіркеу бойынша индикаторлар белгілеу практикасын жалғастыруды орынсыз деп есептейміз. Бұл ретте облыстар әкімдері құрылған кооперативтердің жобалық қуатына шығуын қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ жұмысына кіріспеген ауыл шаруашылығы кооперативтерінің одан әрі жұмыс істеу қабілеттілігін анықтауды аяқтауымыз керек. Бұдан басқа, қазіргі уақытта көптеген ауыл шаруашылығы кооперативтері өндірілген өнімді өткізу, өндірілген өнімнің технологиясы мен қауіпсіздігі саласында арнауы білімнің болмауы, сондай-ақ негізгі және айналым қаржатының жоқтығы проблемаларына тап келіп отырғанын назарға ала отырып, зәкірлік ауыл шаруашылығы кооперациясының құру моделін қолдануды ұсынамыз. Бұл көлденең және тік кооперация элементтерін пайдалана отырып, ірі және ұсақ агроөнеркәсіп кешенінің субъектілерін экономикалық тұрғыдан біріктіруге мүмкіндік береді. Республикада қазірдің өзінде мұндай бірігу схемалары бар. Өсімдік шаруашылығында егіс алқаптарының құрылымын әртараптандыру жалғасын тапты. 2016 жылмен салыстырғанда майлы дақылдар алқабы 444 мың гектарға, қант қызылшасы алқабы 6,3 мың гектарға, дәнді бұршақты дақылдар алқабы 274 мың гектарға, немесе 2,5 есеге ұлғайды. Арпаның, сұлының, жүгерінің, қарақұмықтың, күріш пен мақтаның егіс алқаптары да 2016 жылдың деңгейінен асты. Бидай алқабын оңтайландыру жөніндегі меморандум көрсеткішіне қол жеткізілді. 2016 жылмен салыстырғанда бидай алқабы 467 мың гектарға қысқарды. Жүргізілген әртараптандыру және өткен жылдың қолайлы
табиғи жағдайы өсімдік шаруашылығында көптеген көрсеткіштерге қол жеткізуді қамтамасыз етті. Аталған көрсеткіштер слайдта берілген. Мал шаруашылығында өнім шығару 3,9%-ға ұлғайды. Оның ішінде ет 6%-ға жуық, сүт 3%-ға, жұмыртқа 7%-ға артты. Жануарлардың негізгі түрлері бойынша мал басы орташа есеппен 5%-ға артқаны байқалып отыр. Бұл ретте асыл тұқымды ірі қара мал басының үлесі 11%-ға дейін өсті. Мысалы, 2010 жылы бұл көрсеткіш 7,7% ғана көрсеткіш болған. Сондай-ақ құс еті, шошқа еті және құрама жем өндірісі бойынша көрсеткіштерге қол жеткізілмеді. Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу саласында жарма өндірісінің көлемі 23%-ға, консервіленген көкөністер 28%-ға, өсімдік майы 15%-ға, еттен жасалған және ет өсімдік консервілері 11%-дан аса, қайта өңделген картоп және сары май 8%-ға, макарон өнімдері 7%-ға, жеміс және көкөніс шырындары шамамен 6%-ға, ірімшік және сүзбе өндірісі 4%-ға ұлғайды. 2017 жылы жалпы өндіріс көлеміндегі ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу үлесі ет бойынша 32%-ды, сүт бойынша 30%-ды құрады. 2016 жылмен салыстырғанда бұл үлес тиісінше 31,3% және 27%-ды құрады. Алайда қант өндіру 17%-ға, шұжық өнімдерін өндіру 3%-ға төмендегені байқалады. 2017 жылға ауыл шаруашылығы өнімінің экспорты және оның қайта өңделген өнімдері 12,5%-ға, оның ішінде қайта өңделген өнімдер 10,7%-ға ұлғайды. Сонымен бірге, жекелеген өнім түрлері бойынша экспорт көрсеткіштеріне қол жеткізілмеуі байқалды. Бұл өсімдік майы және сиыр еті. 2017 жылғы өсімдік майы экспортының көлемі жоспар 117 миллион ақш доллары болғанда, нақты 92 миллион ақш долларын құрады. Көрсеткішке қол жеткізілмеу себебі өсімдік майына деген экспорттық бағаның 11%-ға төмендеу. Анықтама ретінде, мына 2017 жылды заттай мәнде 113 мың тонна өсімдік майы экспортталған. Бұл алдындағы жылмен салыстырғанда 2 есе артық, 55 мың тонна болған. Сиыр еті экспортының көлемі жоспар 55 миллионнан астам ақш доллары болғанда 24 миллион ақш долларын құрады. Көрсеткішке қол жеткізілмеуіне мыналар өсе әсер етті. Біріншіден, ірі қара мал етінің қолайсыз бағалық конъюнктурасы. Мәселен, Ресей нарығында 1 килограмм сиыр етінің бағасы 210-220 рубльді құрайды. Бұл теңгеге шаққанда жеткізуге арналған көліктік шығындарға қоспағанда 1200-1300 теңгені құрайды. Ал Қазақстан Республикасындағы ішкі өткізу бағасы 1,5 мың теңгені құрайды. Екіншіден, Атырау облысында нодулярлы дерматиттің тіркелуіне байланысты Ресей тарапынан арнайы талаптардың енгізілуі. Жалпы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде агроөнеркәсіп кешенінің өнімдерін экспорттауды ұлғайту үшін министрлік тиісті шараларды қабылдауда. Жалпы ауыл шаруашылығы экспортының географиясы ұлғаюда. Қазір балық шаруашылығы, қой шаруашылығы, мал шаруашылығы өнімдері және жылқы, сондай-ақ бидай, кебек және соя бұршақтары үшін Қытай нарығы ашық. Нәтижесінде Қытай Халық Республикасына агроөнеркәсіп кешенінің өнімінің экспорты 34,3%-ға ұлғайды. Алғашқы рет 7 мыңнан астам тонна соя бұршағы экспортталды және соя майының экспорты 7 есеге артты. Орташа есеппен алғанда мұздатылған балық, өсімдік майы және майлы дақылдар экспорты 2,7 есеге ұлғайды. Біріккен Араб Әмірліктеріне ірі қара малды және ұсақ малды жеткізу бойынша кедергілер алынып тасталды. Иранға рапс тұқымының экспорты 7,5 есеге, арпа экспорты 1,5 есеге, бұршақ тұқымдас көкөністер экспорты 2 есеге жуық ұлғайды. Су ресурстарына саласында 2017 жылы тасқын суларды сақтау, жинақтау мен тарату және жайылымдарға мал суаруға арналған
құрылыстарды қалпына келтіру жөніндегі жоспар әзірленді. Аталған жоспарда құрылысын салу орынды 296 шағын су қоймасы және жинақтау көлемі 2,5 миллиард кубометр болатын су тоғандары анықталды. Бұл 140 мың гектар суармалы жерлерді сумен қамтамасыз етуді жақсартуға және 93 мыңнан астам гектарды жайылымды суландыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ислам банкімен және Еуропа қайта құру және даму банкімен 128 мың гектар суармалы жерді айналымға тарту және 101 мың гектар алқапта коллекторлық дренажды жүйені қалпына келтіру үшін 102 миллиардтан астам теңге сомасында қарыз алу туралы келісімге қол қойылды. 15 мың гектар суармалы жердің Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстары ирригациялық инфрақұрылымы қалпына келтірілді. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 7 апаттық су қоймасы пайдалануға қабылданды. 3 гидротехникалық құрылысты реконструкциялау аяқталды және бірінші аса апатты объектіні күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында республиканың жер қорына талдау жүргізілуде. 15,2 мың шаруашылық субъектісі бойынша деректерде айырмашылықтар анықталды. 5 мыңға жуық субъект кадастрлық тіркеуге енгізілмеген. Жаңа жерлерде айналымға тарту есебінен ауыл шаруашылығы жерлері 1,5 миллион гектарға, сонымен қатар босалқы жерлер есебінен ерекше қорғалатын аймақтардың жері 410 мың гектарға ұлғайды. Сонымен қатар пайдаланылмайтын жерлерді айналымға тарту үшін 3,7 миллион гектар алқаптағы 9 мың ауыл шаруашылығына арналған жер учаскесіне қатысты 10 еселік жер салығы қолданылды. Агроөнеркәсіп кешенінің мемлекеттік бағдарламасы аясында жерлерге топырақтық және геоботаникалық зерттеп қарау мен 11,3 мың гектар алаңда топыраққа бонитерлеу жүргізілді. Есептік орамдардың 75 электрондық картасы жасалды. Ауыл шаруашылығы жерлерінің 10 мың паспорты дайындалды. Бұл агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының іске асырудың 2017 жылғы арналған қысқаша қорытындылары баяндалды.